Сәлем достар! Менің атым Сара. Және Ботагөз. Біз бүгін керемет отельдеміз, Элита деген. Және саған бүгін рум-тур жасайтын боламыз. Және де міндетті түрде лайки, подписки ждем от вас. Любим вас сильно. Тағы да сәлем, құрметті оқырмандарым. Мінекей біз Хайбел Элита қонақ үйіндеміз. Қош келдіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Жүріңіздер. Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Біз 2 адамға орын алдық. Және бізге 18.000 теңгеге шықты. Және бір бөлмелі комната. Біздің номеріміз 23-ші этаж, 23-14 бөлме. Кілтімізді алып, қазір D6 жеріндеміз. Біз қазір 23-ші этажға шығып кетпейін. 23-14 номерге бірге барамыз. 23 этаж. Нажимаем. Біз қазір бөлмеге кіретін боламыз. Мына жерде көрсетілген кодты теріп есіктен ашқалы жатырмыз. Біздің код 23-26 және жұлдызша. Міне, есік ашылды. Қош келдіңіздер. Келіп қалдық, міне біз қазір ваннаға кіреміз. Мына жақта, как положено, раковина, умный туалетик и фен барлығы бар. Шкафчик тоже такой хороший. И обязательно тут душ. Еще міне, мындай қарап өтіңіздер. Және де бұл отельде ең жақсысы, әр номерде, әр комнатада осындай умный дом басқармасы бар. Бұл жерде сіз өзіңіздің комнатаңызды, свет барлығын басқара аласыз. Даже комнатаның жылылығын 27 градус деп. Вентиляция, свет, туалет, іштікі, сырттікі барлығын. Мына жерде сондай. Ал мына жерден сіз сыртқа шықпай, сыртта біреу қоңырау шалса, кім тұр соның барлығын басқара аласыз, көре аласыз. Мінекей, барлығы дайын. Ең бастысы 100% ешкім кіре алмайды, ешкім ештеңе істей алмайды сізге. Өзіңізді қорғаныста сезінесіз. Ең бастысы. Мінекей, біздің душымызда осындай айна бар. Және де кіреберіс жерде үлкен тоже айна бар. Қарап өтсеңіздер. Кіреберіс жерде оң жағында кір жуып алсаңыздар тоже болады. Стиральный, как штык, у нас тут все есть. Міне мен көрсеткендей ванна, душ іші осындай. Душ такой үлкен. Вот. Және де бұл біздің кухнямыз. Бұл жерде сіздер тамақ істеулеріңізге болады. 2 осы жылытпа, газ. Мынау құрылғы арқылы сіз есіктің артында кім тұрғанын барлығын біле аласыз. Микроволновка, газ, әсерпеш сияқты үлкен. Осы жерде тамақ жеп. А тут у нас что? Тут у нас холодильник, как штык. Астында? Астында да бар. Мына жерде бізде қонақ бөлме. Және дивандарды өте жайлы, өте жұмсақ. Және мына жерде тамақ ішуге болады. Және мына жерде телевизор бар. Астында Wi-Fi мен несімен әр комнатаның өзінің Wi-Fi бар. Бірінші светін жағалайық. Және жүріңіздер. Мына жерде бізде жатын бөлме. Өздеріңіз көріп тұрғандай төсек-орын жайлы. Және мына жерде үлкен айна бар. Боянуға, немесе аусы көруге. Шкафтарды өте жақсы. Өздеріңіз көріп тұрғандай бөлмелері бар.
Қарап жүрсеңіздер, қаланың орталығында орналасқан Абу Даби бар мына жерде. Өте әдемі көрініс. Біздің Иә, достар, біз барлығын анықтап, есептеп түсіндірдік деп ойлаймыз. Менің құрбым Ботагүл, және де мен Сара, естеріңізге шығармаңыздар. Біз 23-ші этажда болдық, 23-4 номер. Суткасына, яғни заселение сағат 11-де кіреміз. Шығатынымызда сағат 12-де шығамыз. 24 сағатқа 18 теңге болады. Біз қазір однокомнатындамыз, 2 адамға. Және де прям всем советую, просто тут чисто барлығы тап-таза, бізге өте қатты ұнады. Саған ше? керемет. Ұнады. Тіпті сөзім жоқ. Да. Өте керемет. Прям өзіңнің үйінде болғандай боласың. Өте уютный место. Иә. Жарайды, достар, сізден көп рахмет. Келесі кездескенше Сау болыңыздар. Және лайк басып, комментарий жазып, Ұмытпаймыз. подписаться етуді ұмытпаймыз. Біз Әлбетте. Давайте.